Туып өскен жерім жер жаннаты Жетісу, Алматы облысы Көксу ауданында туып өскен. Дәлірек айтсақ, мына Шаған деген үлкен бір киелі тау бар. Соның етегінде бірлігі, достығы жарасқан Ақтекше деген ауыл бар. Сол ауылда туып өстім. Бұл ауыл өзіндік бір ерекше ауыл. Жыр алыбы Қаблес атамыз, Қабанжау атамыздың туып өскен. Осы ауылдағы орта мектепті бітірдік. Енді әрине бірінші кезекте ата-анамды үлгі тұтам. Дүниеге келген, тәрбие беріп, жол көрсеткен ата-әжемді үлгі тұтам. Енді қоғам, мемлекет қайраткерлеріне келетін болсақ, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты, Жұмабек Тәшеневті үлгі тұтам. Тұтас алғанда бүткіл алаштықтарды үлгі тұтам. Мысалы, Мұстафа Шоқай, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов секілді тұлғалар. Бір ғана Ахмет Байтұрсыновтың өзі осы қазақ тілінің дамуына үлкен үлес қосты. Осы қазіргі қазақ әліпбиінің негізін қалады. Сондықтан әр тұлға алаштықтардың өзінше бір төбе. Олар осы қазақ елінің дамуы үшін тұтас бір ұлттық мемлекет құру мақсатында жандарын құрбан етті. Біз алаштықтарды ардақтауымыз керек. Кейінгі ұрпақ олардың әрқайсысын білуіміз керек. Сондықтан алаштықтар мен үшін орны ерекше. Мысалы, әлемдік деңгейдегі бірнеше саяси тұлғаларды үлгі тұтам. Соның ішінде Мұстафа Кемал Ататүрік кезінде Еуропаны әлемді жаулаған, билеген Осман империясы мына 20 ғасырдың басында қалай қалады, орнында қандай ел болады деген кезде осы Ататүрік қазіргі Турцияны аман алып қап, осы мемлекетті ары қарай нығайтқан өте бір саяси тұлға. Сондықтан ол кісінің осы Турция мемлекет үшін, бізді ата жұрт дейді ғой қазақ елін, біз үшін де орын ерекше тұлға. Екінші үлкен тұлға ол Дэн Сяопин. Мына көрші Қытай мемлекетінің қуатты болуына көп үлес қосты. Себебі коммунистік жүйеден нарықтық жүйені, экономикасын ауыстырып, осы елдің дамуына көп үлес қосқан тұлға. Және үшінші тұлға Ли Куан Ю, Сингапур мемлекетінің негізін қалаушысы, көп жылдар осы елді басқарып, бір ғана аралдан үлкен әлемдік деңгейдегі мемлекетке айландырған Сингапур елінің іргесін қалаған тұлға. Және төртінші тұлғамыз ол Рузвельт. Ол мына екінші дүниежүзілік соғысында да және үлкен экономикалық депрессия кезінде Америка құрама штатын алып шыққан және осы мемлекетті көп жылдар басқарған ақш-тың президенті. Ең үлкен жетістігім деп есептейтінім ол мына Астана қаласының қалыптасу кезінде Астана қаласындағы мына көше атауларының, елді мекен атауларының сол кездегі басшылық құрамымен атсалыса отырып қазақилануына күш-жігерімді салып үлес қосуым. Мысалы, асфальтный, болотный, арматурный деген көшелерді қойып тастаған. Бұл енді кеңестік саясаттың жасалған үлкен бір біздің өзіміздің тарихи санадан ажыратудың бір құралы ретінде қабылдадық. Бірақ осыны өзіміздің тарихи тұлғалардың есімін беруде, жер суаттарын беруде көп жұмыс жасалды. Осы үлкен жұмысқа тікелей ономастика бөлімінің сол кезде басшысы болғам. Оразкүл Асанғазы деген апамызбен бірлесе отырып, осы көшелердің атын ауыстыруда, елді мекендердің атын ауыстыруда, сауда үйлердің аттарын қазақи ат беруде үлес қостым. Мен жетістіктердің бірі осы деп санаймын. Тіл басқармасы, жалпы тіл басқармалары Қазақстанда 2005 жыл құрылған.
әр облыста. Олардың негізгі миссиясы осы қазақ тілін, мемлекеттік тіліміздің қолдану аясын кеңейту. Бұл негізгі басты миссиясы. Ал енді негізгі мақсаты ол тілдерді дамыту, мемлекеттік тілді және өзге де тілдердің дамуына үлес қосу. Мына ономастика бағыты бұл көшелерге, мектептерге, әлеуметтік нысандарға ат қою, оларды реттеп отыру, келген арыз шағымдарды, ұсыныстарды сараптап, облыстық ономастикалық комиссияның отырысына шығару. Бұл екінші бағыт. Үшінші бағытымыз бұл көрнекі ақпараттар саласында жұмыс істеу. Кез келген жарнама, кез келген көшеде ілініп тұрған билборд болсын, олардың дұрыс жазылуы, дұрыс аударылуы, мағыналы жазылуын біз қадағалаймыз, оларды реттеп отырамыз. Және төртінші бағыт, қазір өңірлерде, мысалы Жетісудың әрбір ауылының өзіндік тарихы бар. Әр таудың, әр тастың, әрбір елді мекеннің тарихы бар. Соны зерттеп, кейінгі ұрпаққа аманат ету үшін біз осыны зерделеп жатырмыз. Осындай үлкен ауқымды жұмыстар атқарып жатырмыз. Мына жастармен Жетісу кітапқұмарлар өлкесі деген бір жақсы жобаны қолға алдық. Яғни Жетісу халқын, жастарды кітап оқуға шақыратын, кітап оқу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған жоба. Биыл 400-ден астам өтініш білдіріп, осы өзіндік бір Алматы облысының кітапқұмарларының бір клубын жасадық. Бұл алдағы уақытта кітап оқу арқылы жастарды осы кітап әлемі арқылы өмірге деген көзқарастарын өзгерту. Соның ішінде кітапта мотивациялық кітаптар бар, әлемдік классикалық кітаптар бар. Мен ойлаймын, адам кітап оқыған сайын оның ой өрісі кеңейе түседі. Осы уақытта үлкен жұмыстар атқарып жатырмыз. Батагөй деген байқауымыз бар, дәстүрлі жылда өтетін. Бұл мына Бата институтын қалыптастыру мақсатында. Кеше ғана үлкен шара өткіздік, жыр жауһар деген. Бұл жас жыршылар арасындағы байқау. Негізгі мақсаты осы Алматы облысында талантты жыршы жастарды қолдау. Негізгі мақсат. Сондай шаралардың саны әрине бізде көп. Біз тек қана бір тіл емес, тілдің артында үлкен тәрбие жатыр. Кез келген бала қазақ тілін білу арқылы біздің мәдениетімізді, тілімізді біледі. Бір ғана қазақ тілін оқу деген дүниемен емес, осы қазақ тілін оқыту арқылы осы тәрбие мәселесін де қолға алып жатырмыз. Ал біздің кез келген өткізген шаралар осы тіл мен тәрбиеге бағытталған. Қазір тілге деген талпынысы жастардың өте жақсы. Жалпы тілдің өзін көп тіл білу, ол көп мәдениетті білу деген мағынада ғой. Ал енді мемлекеттік тілге, қазақ тіліне келгенде, әрине бұрын осыдан 10 жыл, 15 жылмен салыстырғанда көш ілгері, жағдайы жақсы. Тілді мектепте үйренумен ғана емес, кез келген мысалы болашақ бағдарламасы арқылы шетелде оқу үшін міндетті түрде қазақ тілін талап ете бастады. Осыдан 2 жыл бұрын президенттік кадрлық резерв деген қалыптасты. Оған жылда 300 адамды қалыптастырып іріктеп алады. Оның да талап ретінде қазақ тілі енді. Назарбаев мектебіндегі мұғалімдерге де қазақ тілі талап етіле бастады. Әскери салада да осы қазақ тілін білу міндеттеле түсті. Сондықтан осы әр саладағы осындай түрлі тетіктер тілге деген сұранысты арттырып келе жатыр. Оны кейінгі жастар сезіп көріп отыр. Сондықтан тілге деген жағдай өте жақсы. Мен ойлаймын, алдағы бір 10 жылда осы халықтың басым көпшілігі мемлекеттік тілде, қазақ тілінде сөйлейді. Түркістан қаласында қараша айында үлкен құрылтай өтті. Халықаралық қазақ тілінің құрылтайы. Осы құрылтайда кезінде 90 жылы құрылған осы қоғамның жұмысын қайта жандандыру мәселесі қозғалды. Оған мемлекеттік хатшы қатысып, және үлкен деңгейде осы тілдің дамуына қатысты, қазақ тілінің қолдану аясын кеңейтуге қатысты үлкен мәселелер көтерілді. Оның хаттамаласы жасалынып, алдағы уақытта әрбір облыстардағы, әрбір аудандардағы қазақ тілі қоғамның филиалдары, бөлімшелері
бөлімшелері қайта құрылып, келесі жылға үлкен әлгі міндет қойып отырмыз. Осы қоғамның жұмысын жандандыру арқылы әрбір мекемеде қазақ тілін дамытуды біз жоспарлап отырмыз. Мен ойлаймын, осы жиыннан кейін қазақ тіліне деген көзқарас та, тілге деген талап та күшейе түседі. Жалпы тіл мәселесіне қатысты мемлекеттік комиссия құрылады. Сол комиссияда қазір қоғамда тіл мәселесіне қатысты шешілмей отырған мәселелердің барлығы талқыланып, тиісті тапсырмалар беріледі. Енді бұл үлкен бір серпіліс береді деген ойдамын. Әрине, бұл орынды сұрақ, себебі балаға кішкентай кезінен бірнеше тілді үйрету арқылы өзінің ана тілін, яғни анасының сүтімен берілген ана тілін ұмытып қалу, немесе ана тілінде тілі шықпауына әсер етуде. Мысалы, Жапон мемлекетінде кішкентай бала 5-ші классқа дейін, 5-ші сыныпқа дейін жапон тілінде оқиды, одан ары бірнеше тілдерді үйретеді. Себебі ол физиологиялық тұрғыда дәлелденген. Баланың тілі ана тілінде, яғни өз тілінде шықса, кейін өзге тілдерді игеру, меңгеру жеңіл болады. Балабақшадан және бастауыш сыныптарда балаларға көп тілді үйретуге, былай айтқанда, қарсымын. Бірінші ана тілінде баланың тілі шығу керек, және баланың қабілетіне қарай өзге тілдерді 3-ші, 4-ші, 5-ші сыныптарда оқыту қажет шығар. Айтады ғой, тіл тағдыры, ел тағдыры. Яғни тілді бір коммуникация құралы ретінде қабылдамау керек. Тіл ол код. Осы тілдің ішінде тәрбие жатыр, қазақилық жатыр, адамгершілік жатыр. Тіл арқылы біздің мәдениетіміз, салт-дәстүріміз беріледі. Сондықтан біз әлгі тіл жолындағы күрес, ол күрестердің күресі деп атауға болады. Себебі біз осы тілді келесі ұрпаққа аманат ретінде қалдыру арқылы біздің бүткіл әлгі тарихымызды, әдет-ғұрпымызды, мәдениетімізді аманаттау. Сондықтан мен ойлаймын, біз осы ана сүтімен берілген ана тілімізді ардақтауымыз керек, қастерлеуіміз керек. Осы қазақ тілінің әлгі мерейін үстем етіп, туын әр кезде биік ұстауымыз керек.